Қошқар достым, қалай ойлайсың? Бақыт деген не өзі? Бақыт дейсің бе? Білмейм теке. Мүмкін жасыл шөп, жылы қора. Сосын қожайындарың жақсы болса, сол бақыт шығар. Біздің кемшілігіміз осы. Шөп көп, қарын тоқ, қорамыз жайлы, құйрығымыз майлы болса болды. Одан басқаны ойламаймыз. Бізге романтика жетіспейді. Жүр. Әне, қарашы. Анау сарқырап жатқан өзен. Одан әрі кең жайлау. Ал оның ар жағында не бар деп ойлайсың? Білмейм теке. Ай, осылай дым білмей, еш нәрсе көрмей өмірден өте береміз бе? Өмір дегенің мына менің құйрығым сияқты қып-қысқа, зау етіп өте шығып. Бізге неге сол жаққа барып өз көзімізбен көрмеске? Мүмкін ол жақта шөптері дәмдірек, өмір мәндірек шығар. Сен бұған не дейсің, Қошқар? Білмейм теке. Есіңде болсын, Қошқар. Кімнен естіп едім? Кім тәуекел етпейді, сол мақсатына жетпейді деген сөз бар. Өмірімізді жақсарту өз қолымызда. Қысқасы, ертең таң атпай сапарға шығамыз. Опа! Көңіліңді көтер. Ей, Қошқар, тұр, таң атып қалды. Тұр деймін, тұрсаң енді. Ей, тұр деймін саған, маубас. Теке, тұрсаңшы, таң атып қалыпты ғой. Ой, сенде.